Сәлеметсіздер ме студенттер? Біздің бүгінгі тақырыбымыз растрлық және векторлық форматтарды қолдану. Растрлық графика дегеніміз нүктелерден құрылған растрлық бейнелер үшін ұзындық бірлігіне келетін нүктелер санын білдіретін шешуші түсінікті растрлық графика деп айтамыз. Растрлық графика үш түрге бөлінеді. Олар оригинал, экран бейнесінің және баспа бейнесінің шешушісі болып үш түрге бөлінеді. Және келесі векторлық графика. Егер растрлық графикада базалық элемент нүкте болып табылса, ал векторлық графикада сызық болып саналады. Сызық математикалық тұтас объект ретінде қабылданады. Сондықтан растрлық графикадан қарағанда векторлық графикада бейнелеу мәлімет көлемі аз болады. Және келесі графика түрі фракталды графика. Фракталды графика векторлы графика сияқты математикалық формулаларға негізделген. Фракталды графиканың үш форматы бар, яғни файлдар форматтары, растрлы графика форматтары және векторлы графика форматтары болып үш түрге бөлінеді. Және келесі ол ғылымда ең бірінші пайда болған бағыт ол ғылыми графика. Бұл ғылыми графиканың мақсаты ғылыми зерттеулердің объектілерін есептеу нәтижесін графикалық өңдеу нәтижелерін көрнекті түрде беретін есептеу эксперименттерін жүргізуді ғылыми графиканың мақсаты болып саналады. Және де келесі конструкторлық графика. Бұл жаңа техника жасайтын инженер конструкторлар жұмысында қолданылатынды конструкторлық графика деп атаймыз. Және де иллюстративті графика. Программалық құралдар адамға қағаз, ақ карандаш, бояу, циркуль, сызғыш көмегімен сурет салғандай, компьютер сурет салуға мүмкіндік береді. Және де келесі көркем және жарнамалық графика. Бұл салыстырмалы түрде жаңа сала. Компьютер көмегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видео сабақтар, видео презентациялар жасауды көркем және жарнамалық графиканы пайдалануға болады. Және де растрлық графика форматтары өте көп. Соның ішіндегі ең үлкені кеңейтілуі JPEG, яғни бұл қазіргі уақыттағы экранды графиканың ең тараған форматы. Сығу алгоритмі жоғары. Ол 10 және 10 гигабайттан 150 гигабайт орын алады. Бұл форматта цифрлық фотоаппараттың фотосуреттері сақталады. Және де келесі BMP, яғни ол Windows-тағы бейнені экранда көрсетуге арналған, және де ол суреттерді жұмыс столында орналастыруға тиімді және программалық қамтамасыз етуді жасауда қолданылады.